Балдар, игіл деген ол машишаңның амыстығы. Тыңдамайсыңдар машишаң сізге. Икс игілік ол кришаның биіктігімен, горизонтальныймен білет шатастырып тың. Бір күні шал мен кемпірі шай ішіп отырса, шалы кемпіріне: "Ей кемпір, екеуміз жастық шақты еске алайық, ана 18 жасты. Мен сені ең алғаш кездескен ағаштың астында күтем сағат 9-да кешке" деген ғой. Кемпірі: "Болды, еске алсақ еске алайық, күтсең күт" деген ғой. Шал ағаштың астына кеткен сағат 8-де. 9 болады, сағатына қарай жоқ, кемпір жоқ. 10 болады, жоқ, 11 болады, жоқ. Таңғы 4-те үйіне барады ғой. Кемпір, мен сені қанша сағат күттім, қаяқта болдың" десе. Кемпір айтты дейді: "Помнишь, сол кезде мені мама жібермей қойып еді ғой" деп. Ха-ха-ха деп прикол түсіп қоямын арасында. Бір күні бір кемеде енелер кетіп баратқан ғой, бір кемеде келіндер кетіп баратқан көлдің үстінде. Сөйтіп енелердің кемесі суға батқанда енелердің бәрі ва деп жатыр. Мына жақта келіндердің бәрі қуанып жатыр дейді деп. Сосын бір келін жылап жатыр дейді деп. Және бір келін: "Ей, не болды, қуанбайсың ба? Енелердің бәрі суға кетіп жатыр ғой" десе. Жаңа келін айтады дейді: "Менің енем үйде қалып қалды ғой" деп. Ау, біреу маған хабарласты. Сосын досым қалайсың деді. Көп әңгіме айттық. Сенің жағдайыңды сұрап, жақсы достар сияқты болып сөйлесіп кеткен шығарсыңдар. Сіз оны қайдан білесіз? Әй балам, жақында оның онда тойы болады екен. Ағай, мені ашам жоғалып қалды, апарып қоясыз ба? Мынауың жүрек тас жарған ғой. Мені былай алып кетеді деп қорықпайсың ба? Жоқ, менің апам айтқан түрі ырбиған жігіт ақ көңіл болады деп. Ей, ұйықта, бақырайма. Ұйықта. Әке, қарыз беру деген не осы? Ол былай балам, қолыңда істетпекші болған ақшаны біреудің көңіліне қарап, оған беріп тастап, өзіңе керек болған кезде одан ала алмай, сол үшін әйеліңмен соғысып, оған жек көрінішті болып қарыз беру деп аталады. Африкада бір әпте тоқтап қалып, ондағы негрлер бірін-бірін таба алмай қалыпты дейді. Пияз суға барып шомыламын деп чешініп жоқ болып кетті. Достарым, мына менің тыңдасаңдар бар ғой, телефонға аз қараңдаршы, болмаса анау көру қуаттарың өте нашарлап кетеді екенші. Мысалы, мына менікі сияқтары менің көру қуатым нашарлағаны соншалық, ақша қапшығымды ашып, ішіндегі ақшаны көре алмай қалдым қой. Бұл мен үшін дүниедегі ең әдемі, ең сүйкімді бас болып саналады. Бетіне қарап ма деп сүйіп алғым келеді. Кейде байқұс қиналып басы қатып кетеді. Бұл Әй, осы бұрынғы келіншектерді айтам, күйеулерінің атын атамай, отағасы баланың әкесі деп сондай жақсы аттармен атап жүруші еді. Әзірде атын атамайтын келіншектер көп. Әзір не деп атайды? Есек, қаңғыбас, құмарпас, жынды деп атайды. Досым маған 200-ден қарыз беріп тұршы, бола ма? Мен әйелімен ақылдасып көрейін. Өй, сенде әйел жоқ қой, өй. Сондықтан ақылдасу да жоқ. Осы сенің әзір үйде жатқан қыздарға не айтқың келеді? Қыздарға ма? Қыздар температураларды өлшеумен бірге фигураларыңды өлшеп жүріңдер. Шыршып кетті қой, кетші аяр. Өтші бұлай. Тұршы бұлай. Кет аяр. Апыршы ары. Мен сыртқа шығып маска алам. Бірақ әлеуметтік жерге бару үшін маска тағу керек. Мәселе маска болмаса немді тағам? Жоқ, маска алуым керек. Бірақ маска тақпасаң сатпайды. Сонда мен қайтсем маска ала алам. Қыздар неде әдем болып кетеді, сенің өстік көздерін көйтіп алады екен ғой, ауыздарын беттерін байқамай бір жоққасы жоқ болып кетеді ше. Нағын түсіндіре бұл жерде. Айтып қоя, жиылмаңдар деп бір жерге.
Ой, білем, сүреттегі қыздар бітеп тұрады қой, білем ғой. Мен де суретке түсіп өзімнен танымай қалғам. Беу, жеңгетай ау, не, тордан күйеуіңіздің миын қалай жесем болады деген білімдерді үйренжесіз ба? Ашуың келетін болса, миың ез жіберен білесің ба? Әрбірденге мына үй, бүткіл ақша, мен тауып жатыр. Мына менікі саған айына 200 сом жетеді. Мен мас болып қалып сөйтіп айттың ба? Кешеш, мен мас болып қуып кеттім ғой. Болды. Ал оқып жіберейін. Сендердің енді өсек айтқанларыңды көрсек, жақсы болмай қаламыз. Бұдан кейін не тұр? Міне мына жерде жазулы тұр. Айтыңдар өсекті бірақ таратпаңдар депті. Құрметті достарым, сенің бай болғың келетін шығар? Әрине мен де бай болғым келеді, шіркін-ай бай болайын десем ақша жоқ. Естуге қарағанда, кезінде сен үшін бір қыз асылып өліп ала жаздапты, Ол рас, саған тигенше өлгенім артық деген. Мен бар қойшы, бүгіннен бастап ерте ұйықтаймын деп серт беремін. Егер сертінде тұрмасам, онда тағы серт беремін. Әй, 2000 тойына мен барам, концерт болады дейді, киімім жоқ, баланы қайтып қарайын. Ойбай, сен бар, мен қарайын баланы. Киімің жоқ болса, бұтыңа жапырақ байлап бір маған десең. Осы сенің арманың не? Менің арманым атақты бай болу. Мысалы әкем сияқты. Ой, онда сенің әкең ерекше бір бай болды ғой, қандай жақсы. Жоқ, онда емес. Ол да әкесі сияқты бай болуды армандайды. Өз адамдаршы, иттің баласы десе шамданады, күшігім десе мәз болады, шайға шыбын түссе төгіп тастап, сүтке түссе іше береді. Ойбай, шынымыз алмаспасын дейді. Бірақ бір стаканмен арақ іше береді, вообще түсінбейсің. Сен телефон көп ойнап, көзің құрттап, миыңа су кіріп, ешек болуға аз қалыпсың. Ештемеге жарамайсың, бар. Адам болмайсың дейші. Әке, сіздің қай жеріңіз қатты? Менің сүйегім қатты балам. Мен ойлайын сақалыңыз ба деп. Ол қалай? Бетіңіз қалың ғой, сонда да тесіп шыққан. Өткен ғасырдың 80-ші жылдары жерді 12 шақырым тереңдікке дейін бұрғылаған КСРО геологтары тозақтың тура үстінен түскен көрінеді. Тіпті кеңестік бұрғышылар скважинаға микрофон байлап түсіріп, тозақ отында жанған миллиондаған күнәһар пенделердің қорқынышты дауыстарын жазып алған екен. Хватит ссориться, а то отберу игру. Отбери, Эй, ты куда?
сосредоточусь. Если не вернусь, брось меня. Это ты умеешь. Приветствую вас, ребята! Сегодня ломаем роботов! Шаг первый! Да, получилось! Ses ver Adana, zirveden selam. Durmak yok omi, patlamaya devam. Yok bundan sonra size sigara filan. Uçuyor yıldızlara müptezel bayan. Мектебім менің мектебім неге өртеніп кетпедім деуші едік. Қазір сол мектепке зар болдық қой. Мектепті былай сағынам деп баламаппын. Өте бұзық класстастарымды сағындым, апайымды сағындым. Бәрін жақсы көремін ғой. Самат, сен водительсің ғой, саған бір жұмбақ қояйыншы. Машина айдап бара жатсың мынандай жолда. Мына полосада бір кемпір тұр. Мына полосада тауық тұр. Не басасың? Шешесі сізге тормоз бассаң болмай ма? Gucci flip-flops, fucking hit your bitch in massage. Бір күні бір кемеде енелер кетіп баратқан ғой, бір кемеде келіндер кетіп баратқан көлдің үстінде. Сөйтіп енелердің кемесі суға батқанда енелердің бәрі ва деп жатыр. Мына жақта келіндердің бәрі қуанып жатыр дейді. Деп. Сосын бір келін жылап жатыр дейді. Деп. Және бір келін, "Ей, не болды? Қуанбайсың ба? Енелердің бәрі суға кетіп жатыр ғой" десе, жаңа келін айтады дейді. "Менің енем үйде қалып қалды ғой" деп. Бір күні шал мен кемпірі шай ішіп отырса, шалы кемпіріне, "Ей, кемпір, екеуміз жастық шақты еске алайық, ана 18 жасты. Мен сені ең алғаш кездескен ағаштың астында күтем сағат 9-да кешке" деген ғой. Кемпірі, "Болды, еске алсақ еске алайық, күтсең күт" деген ғой. Шал ағаштың астына кеткен сағат 8-де. 9 болады, сағатына қарай жоқ, кемпір жоқ. 10 болады, жоқ, 11 болады, жоқ. Таңғы 4-те үйіне барады ғой. Кемпір, мен сені қанша сағат күттім, қайақта болдың" десе. Кемпір айтады дейді, "Помнишь, сол кезде мені мама жібермей қойып еді ғой" деп. Ха-ха-ха деп прикол түсіп қоямын арасында.